Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгілі не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтындығы да бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргенің құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап, еңбекпен малтап деген сөз болса, ол ар кететұғын емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанып, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табам, қалауын табам деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? 100 күн атам болғанша, 1 күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей, түспей, арап, шөмеңдеп, диваналықпен 1 күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды. Ей, періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтыныңды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қоста қалайтқаны. Атанада мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Атанасынан малы тәтті көрінетұғын антырғанның тәтті дерлік не жаны ба? Атанасы малға сатпақ ең арсыздың қылық емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма, ұрпағыма қалсын дейді. Ол атанасын сатқан соң Құдайға дұшпандық емес пе? Осындай білместікпен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Сақ болу керек.